Сөз депутат Жексенбай Бибігүл Нұрғалиқызына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министріне жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, Қызылордада өткен 5-ші ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәдениет жай ғана ғимараттар мен мекемелер емес, бұл ұлттық сананы жаһандық ауқымда нығайтатын тұғыр деп атап өтті. Бұл тұжырым мәдениет саласын екінші кезектегі емес, мемлекеттік дамудың өзегі ретінде қарастыру қажеттігін көрсетеді. Осы орайда парламент депутаттары өңірге сапары барысында сала өкілдерімен кездесулерде көтерілген бірнеше өзекті мәселеге назар аударғымыз келеді. Біріншіден, кадрлық және кәсіби трансформация мәселесі. Қазіргі таңда мәдениет саласында цифрлық контент, продюсерлері, сахналық цифрлық технологиялар, инженерлері, инклюзивті мәдениет мамандары, мәдени деректерді талдаушылар сияқты заманауи жаңа мамандықтар заңнамалық тұрғыда бекітілмеген. Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Франция мәдениет саласы креативті индустрия ретінде қарастырылып, дәл осы мамандықтар арқылы экономикалық және мәдени әсер қалыптастырып отыр. Екіншіден, заманауи техникалық жарақтандырудың жеткіліксіздігі. Астана қаласындағы бірқатар театрлар, концерттік ұйымдар мен филармонияларда сахналық жарық пен дыбыс жүйелері моральдық тұрғыда ескіріп, цифрлық трансляция мен архивтеу мүмкіндігі шектеулі. Дамыған елдерде мәдени ұйымдардың техникалық стандарттары ұлттық мәртебе мен қаржыландырудың негізгі критерийі ретінде заңмен бекітілген. Үшіншіден, инклюзия мен қолжетімділік турасында. Ерекше азаматтардың өнерге қатысуы, инклюзивті театрлар мен шығармашылық студияларды дамыту, көбіне жекелеген бастамалар деңгейінде қалып, жүйелі мемлекеттік саясат пен тұрақты қаржыландырумен қамтамасыз етілмеген. Мәселен, Астанадағы Қанаттылар театрында 40-қа жуық актер осы мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Бірақ олардың білімін жетілдіруге кәсіби маман ие болуына жоғарғы деңгейде мүмкіндіктер қарастырылмаған, арнайы гранттар бөлінбеген. Канада, Скандинавия елдерінде инклюзивті мәдениет мемлекеттің тікелей міндеті ретінде заңмен бекітілген. Төртіншіден, балет және цирк өнер өкілдерінің әлеуметтік қорғалуы. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, балет пен цирк өнері өкілдері 6-7 жастан ерте кәсіби маманданатындықтан Франция, Германия, Ұлыбритания, Канада, Жапония сияқты елдерде олардың ерте зейнетке шығуы, жаңа кәсіпке жүйелі түрде қайта бейімделуі заңнамалық деңгейде бекітілген. Ал Қазақстанда бұл санаттағы өнер иелері әлеуметтік және кәсіби тұрғыда жеткілікті қорғалмаған күйде қалып отыр. Сонымен қатар еліміздегі дирижерлардың құқықтық мәселесі, әлеуметтік кепілдіктері мен кәсіби дамуы жеткілікті деңгейде реттелмеген. Дирижер оркестрдің көркемдік және кәсіби сапасына тікелей жауапты негізгі тұлға саналады. Аталған жағдай оркестр мәдениетінің сапасына және ұлттық музыкалық мектептің болашағына тікелей әсер етеді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, төмендегідей мүмкіндіктерді қарастыруды ұсынаймыз. Біріншіден, цифрлық продюсер, сахналық технология инженері, инклюзивті мәдениет маманы сияқты заманауи мәдени цифрлық мамандықтардың тізбесін және мәдениет саласындағы цифрлық және техникалық құзыреттілерді заңнамалық негізін қарастыру. Дирижерлардың құқықтық әлеуметтік кепілдіктері мен кәсіби даму туралы нормаларды да қайта қарау. Екіншіден, сахналық жарық, дыбыс, мультимедиа, цифрлық трансляция және архивтеу бойынша ең төменгі ұлттық техникалық стандарттарды енгізуді қарастыру. Бұл стандарттардың ұйымның мәртебесіне ұлттық академиялық өңірлікке бағытында қарастыру. Үшіншіден, шығармашылық инклюзия. Инклюзивті театрлар мен шығармашылық студияларды тұрақты бюджет, грант және әлеуметтік тапсырыс арқылы қаржыландыруды қарастыру. Ерекше азаматтар үшін білім ордаларында өнер саласы бойынша гранттық білім алуына қолдау мүмкіндігін қарастыру. Төртіншіден, балет және цирк өнер өкілдері үшін ерте зейнетке шығудың арнайы тәртібін қарастыру. Еңбек қызметінің соңғы кезегінде жалақысы сақталған өтпелік кезеңді де ойластыру. Педагогикалық, техникалық, цифрлық жаңа кәсіптерге қайта бейіндеудің міндетті бағдарламасын заңнамалық деңгейде енгізу мүмкіндігіне назар аудару. Бесіншіден, Астана қаласында заманауи мәдени хаб, цифрлық өнер және креативті индустриялардың пилоттық алаңы ретінде мемлекеттік шараларды ойластыру. Құрметті Олжас Абайұлы, мәдениет шығын емес, ұлттық инвестиция. Осы салаға салынған әрбір теңге қоғамның санасына, сапасына, елдің халықаралық беделіне және ұрпақтың рухани деңгейіне қызмет ететіні сөзсіз. Сондықтан жоғарыда баяндалған мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Жексенбай, Нұғманов, Сарыбаев, Сатыбалдиев, Шиповских. Рахмет.